Трансформация жолына түскен самұрық-қазына компаниялар тобы ендігі жерде тек абсолютті инновацияға ден қоймақ. Бұл туралы Астана экономикалық форум аясындағы арнайы панель сессияда қордың басқарма төрағасы Өмірзақ Шүкеев мәлімдеді. Трансформацияның алғашқы нәтижелері мен түйткілдері талқыланған келелі кеңесте әлемдік экономика сарапшылары табысқа жетудің факторларына тоқталды. Бұл жердегі басты фактор адам капиталы. Мықты басқарушылар мен көшбасшыларға инвестициялар құюдың маңызы зор. Самұрық-қазына трансформацияда меритократия ерекше екпін беріп отыр. Меніңше осы адамдар экономиканы өзгертіп, оны дұрыс бағытта бұра алады. Бағдарлама табысты іске асса, ел қарқынды дамиды. Бұл мемлекет үшін де үлкен мүмкіндік. Алқалы жиынға қатысқан консалтингтік компания сарапшылары трансформацияның уақытылы басталғанын атап айтты. Сосын ерекше назарда ұстауға тиіс үш маңызды тұсқа екпін түсірді. Біріншіден, түпкі нәтиже өлшенетін болуы шарт. Екіншіден, адамдардың өзгеріске ынталы болуы ұмтылғаны жөн. Үшіншіден, өзгеріс барынша жүйелі болғаны жақсы. Сонда қор тобындағы компаниялардың экономикалық тиімділігін арттыру жоспары тиянақты жүзеге асады. 2020 жылы біз жылына 125 миллиард пайдаға жету мақсатында жүрміз. Трансформацияға кіріскен ірі ұлттық компаниялардың бірінші басшылары өздері тап келіп жатқан түйткілдерді ашып айтты. Бір саладағы әрқилы еншілес компаниялардың жұмысын реттеу үшін Қазмұнайгаз алдымен бірыңғай еңбекақы төлеу жүйесін жасақтаған. Одан бөлек 549 мұнай ұңғымасын жапты. Бұдан компанияның өндіріс көлемі кеміген жоқ, есесіне тиімділігі артты. Бастысы еншілес компаниялардағы негізгі қызметті бағалау көрсеткіштері жалпыға түсінікті жүйеге келтірілді. Спасибо единственному акционеру, нашему совету директоров, он в конце концов нам... Бізге самұрық-қазына қоры қызметінің негізгі көрсеткіштерін айқындап беретін 5 көрсеткішті бекітіп берді. Бұған дейін компаниялар басшылары сан алуан 15 көрсеткішке жауапты болатын. Саны көп болғасын, сапасын бақылау қиын болатына түсінікті ғой. Ал биыл самұрық-қазына нақты әрі түсінікті 5 негізгі көрсеткішті талап етпек. Қор компаниялар тобындағы директорлар кеңесі де жаңа типте кәсіби тұрғыда қатаң жасақталады. Бүгінде Қазмұнайгаз бен Қазпошта компанияларында оң нәтиже берген бұл жүйе енді 12 еншілес компанияда енгізіледі. Создание советов директоров нового типа это, конечно, основной вызов для нас. Осындай жаңа типтегі директорлар кеңесінің құру өте күрделі іс. Сіздер қазір кез келген компанияны алып, Қазмұнайгаз компаниясын салыстырып көре аласыздар. Осы компанияның директорлар кеңесі аса ауқымды істер атқарып жатыр. Әлемдік сарапшылар кеңесіне сай трансформацияда мамандардың біліктілігін арттыруға ерекше ден қойылады. Қажетті қабілетті меңгеру үшін оқыту мен тәжірибеге жіберу әдістері пайдаланылады. Трансформациядан соң әр қызметкер өзі еңбек ететін компанияның құнын арттыруға жұмыс істеп, бойында шеберлігін ұдайы жетілдіре түсу мәдениеті қалыптасады. Бастысы осы табысты тәжірибені кейін еліміздің кез келген мемлекеттік және жекеменшік компаниясы пайдалана алады.